Тим Кук туралы 10 дерек. Тимоти Дональд Кук 1960 жылы 1 қарашада дүниеге келген американдық бизнес-менеджер. жылы Apple Inc. бас атқарушы директоры болды. Кук бұған дейін компанияның негізін қалаушы Стив Джобс кезінде компанияның бас операциялық директоры қызметін атқарған. Кук Apple компаниясына 1998 жылдың наурыз айында дүниежүзілік операциялар бойынша аға вице-президент ретінде қосылды. Содан кейін дүниежүзілік сату және операциялар бойынша атқарушы вице-президент қызметін атқарды. 2011 жылдан бастап Apple'ды басқарғаннан бері 2020 жылға дейін Кук компанияның кірісі мен пайдасын 2 есеге арттырды, ал компанияның нарықтық құны $348 миллиард $1.9 триллион дейін өсті. Кук сонымен қатар Nike Inc. директорлар кеңесінде қызмет етеді және ұлттық футбол қорда. Ол өзінің алма-матері Дюк университетінің қамқоршысы. Apple компаниясынан басқа Кук қайырымдылықпен айналысады. 2015 жылдың наурызында ол өз байлығын қайырымдылыққа жұмсауды жоспарлап отырғанын айтты. Жеке капиталы 1,3 миллиард 2021 жылдың сәуір айында. 2014 жылы Кук Fortune 500 компаниясының ие ретінде көпшілік алдында шыққан бірінші бас директор болды. Тим Кук CNN арнасының 2014 жылғы ең үздік бас директор атағын алды. 2022 жылдың басында Apple компаниясының капиталдандыруы $3 триллион жетті.